Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен исі аңқыған закваскамен піскен нанның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Соңына дейін көріңіздер, комментарий қалдырып, маған жазылуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен закваскамызды дайындап аламыз. Бір түн бұрын немесе пісірер алда 4-6 сағат бұрын қоректендіріп дайындап қою керекпіз. Дайын закваска пішімін жақсы ұстайды және демалып жатқан сыңай танытады. Салқын суымызға ең алдымен закваскамызды салып, ұнымызды салып, араластырамыз, илейміз, қолмен илесеңіздер де болады. Ең бастысы осы 3 ингредиентіміз жақсылап басы біріккенше илену керек. Мен жай ұн және тұтас тақылды ұн қолдандым. Сіздер қалауларыңыз бойынша тек қана жай ұн мен тұтас тақылды ұнды алмастырсаңыздар болады. Басы біріккен қамырды біз ыдысымызға салып, 1 сағат тынықтырамыз. Бұл тәсілді автолиз деп атайды. Автолиз дегеніміз закваска, ұн, судың тынығу арқылы клейковинасының жақсылап даму тәсілі. 1 сағат өткеннен кейін су мен тұзымызды араластырып осы қамырымыздың үстіне құямыз. Видеода көрсетілгендей қамырымызды жан-жағынан тартып, суымыз жақсылап қамырға сіңгенше қамырымызды илейміз. Соңына таман қамырымызды қолымызға жабысқақ бола бастайды. Сол сәтте арнайы су сепкіш қолданған дұрыс. Сол арқылы қолымызды аздап ылғалдандырып алып, қамырымызды илеуді жалғастырамыз. Ең соңында қамырымызды дөңгелектеп бір келкі қамыр қыламыз. Қамырымыз бір келкі жылтыр болу керек. Арнайы скребок қолдансаңыздар дұрыс. Домалақтап алған қамырымызды майланған ыдысқа салып, бетін жауып 1 сағат тынықтырамыз. 1 сағатта қамырымыз жақсылап тынығып, клейковинасы жақсы дамиды. Қамырымызды ашып, енді қамырымызды қайтарамыз. Қамырды қайтарған кезде қамырға қатты күш салмай, жан-жағынан жай ғана тартып, 4-ке бүктейміз. Тағы да 1 сағатқа қоямыз. 1 сағаттан кейін дәл солай қамырымызды қайтарамыз. Және осылай біз қамырды 3 рет қайтарамыз, әр 1 сағат сайын. Дайын болған қамырымызды үстелдің үстіне аламыз. Қамырымызды 2-ке бөліп аламыз, өйткені осы мөлшерден 2 орташа нан шығады. Енді қамырымызға пішім беретін сәт келді. Қамырымызға пішім берген кезде қамырымызды жай ғана ұстап, ақырын ғана домалақтаймыз. Қамырымызды баспаймыз. Домалақтап жақсылап пішім бергеннен кейін үстелдің үстіне жарты сағат тынықтырамыз. Одан кейін мен жай ғана ыдыс алдым, оның үстіне мата қойып, оны ұндап, сол жерге қамырды бүктеп саламын. Ал сіздерде бар болса, арнайы сепет қолданғандарыңыз дұрыс. Қамырды бүктеу тәсіліне келіп жеттік. Қамырды бүктеген кезде тығыз бүктеген абзал. Тығыз бүктеп, жан-жақтарын жайлап шымшып бекітеміз. Бір түнге түнгі расстойкаға, тоңазытқышқа қоямыз. Таңертең ең алғашқы жұмысымыз 1 сағат бұрын пешті және басқа да пісіретін құралдарымыз қазан, тас болса, солардың барлығын ысытып алу. Оларды ысытып алғаннан кейін тақтайшаның үстіне қамырымызды тоңазытқыштан шығарып аударамыз. Жанынан кішкене ғана тілік жасаймыз. Бұл тілік өте маңызды, өйткені осы тілік арқылы қамыр демалады, өседі, ашылады. Қамырымызды тілік жасағаннан кейін мен әдетте тастың үстіне пісіремін. Тастың үстіне қамырды қойып, астындағы ысып тұрған ыдысқа 1 стақан ыстық су құйып жіберемін. Одан кейін барып, ысып тұрған үстін жабатын ыдысты бетіне жабамын. Дәл солай 15 минут бетін ашпай пісіремін. 15 минуттан кейін бетін ашып, тағы да 20 минут пісіремін. Дәл осы сәтте мен пештің температурасын төмендетемін. Дайын болған нан әдетте, егер ішкі температурасын өлшейтін болсаңыздар, дайын болған нанның температурасы 96-дан жоғары болады. Егер термометр бар болса, өлшеген абзал. Нандарыңыз
жақсылап суығаннан кейін барып кесу керек. Арнайы пышақ болғаны дұрыс. Закваскамен піскен нан әдетте өте қытырлақ, сырты қытырлақ болады, іші жұп-жұмсақ және ұзақ уақыт сақталады. Асқазан қыжылын тудыртпайды, иісі хош иісті болады. Оның өзіндік ерекшеліктері осы. Сіздерге сәттілік, дастархандарыңыздан үнемі нан үзілмесін.